Шемішбек, осы баламызды гендер пати жасайық, ә? Что, Леп? Шемішбек, мен саған әңгіме айтып тұрмын ғой. Сонда менен телефон қызық болып тұр ма? Тыңдап тұрмын, айта берсейші. Шемішбек, қалай айта берсей? Мен айтып қойдым ғой. Телефонның ішіне кіріп кеткенсің ғой, білмем ғой, не қарап отқаны. Не айттым, ал айтшы мен. Мен өліп саған әңгіме айтып тұрмын ғой мына жерде. Елдер гендер пати жасап жатыр екен, маған сондай ұнайды дедің. Шемішбек, мен саған гендер пати ұнайды деген жоқпын. Гендер пати жасайық осы баламызда дедім. 5 баламызда гендер пати жасаған жоқпыз. Енді осы баламызды жасайық та, қараш қандана инстаграмда күнде көрем. Күшті қып өткізеді ана тауда, ресторандарда, бір зона отдыхтарды жалдап, керемет шарлармен оформление жасап. Бізде солай жасайық та, заманауи қылып. Немене бір қараңғыда өмір сүріп жатқан адам сияқтысың сен? Бір ештеңкеге қызықпайсың. Бірдеңке айтып қалсаң басыңды алып қашасың. Бір қолдап мені. Табай, шөмішкіл, істесек істейік деген жоқ қой, сен өмір артқа тартасың ғой. Алдыға қарай неге жүрмейсің? Осы қараш біреудің байлары. Сен неге артқа қарай тарта бересің? Мен бір рет просьба жасаған кезде, сен өмір осысың ғой. Бір менің ойымды бір тыңдап, қолдап, жасап бермейсің ғой. Өмір осы саған. Ештеңе айтудың қажеті жоқ. Айтқым да келмейді саған үшін.